Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге осындай керемет болып шығатын қуырдақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен керек заттарымыздың барлығын турап аламыз. Менде құйрық май, және өкпе, бауыр, менде қойдың еті, жүрек және кішкене картоп бір жуа қажет болады. Картопты көп қосуға кеңес бермеймін, шамалы қоссаңыздар жеткілікті. Өз қалауларыңызша турасаңыздар, үлкендеп немесе ұсақтап турасаңыздар да болады. Ең алдымен қазанға кішкене сұйық май құйып, қыздырамыз да осындай құйрық майды салып, жақсылап шыжғырып қуырып аламыз. Содан кейін етті саламыз, ол етті 30 минут қуыратын боламыз. Кішкене су құйсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап салған соң, ең соңында пісерге шамалы 10 минуттай қалған кезде бауырды саламыз, себебі бауыр өте тез піседі. Қуырдақ әбден дайын болған соң, отты өшіріп, жуаны осылай видеодағыдай бетіне турап салып қоямыз. Араластырмаймыз. Бұл әдіс қуырдаққа өте керемет дәм береді. Міне достар, біздің қуырдағымыз дайын болды. Дәмі де, иісі де өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бетіне аз көк себуді ұмытпаймыз. Және сіз каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.